Иә, бізде өте керемет жағдай болды. Иә, 12 адам автокөлікті болды. Мына Түркістанның қызы, біздің осы жерлесім, автокөлік мінді. Ол рас дүние, ол ақиқат. Алайда осы жақсылығымыз, қуанышымыз ұзаққа созылып жатқан жоқ. Қазіргі таңда мынау Асар баспана жабық тұр бізде. Бәріміз күтудеміз. Сол қанша адам бар? 90 мың деп жатыр. Енді сол 90 мың күтуде. Басшымыз қазір тексеруде, тергеуде жатыр. Адвокаттар жұмыс істеп жатыр. Біз пирамидаға жатпаймыз, себебі артымыздан адам ертпейміз, және біреудің табысына біз серіктес емеспіз. Әрқайсымыз өзіміз еркімізбен ақша саламыз, және өзіміздің ақшамызды өсіммен қайтарып аламыз. Себебі ол ақшамыз біреудің қалтасынан емес, өнім шығарумен, оны сатумен айналысып көбейтеміз. Вот соны түсініп алу керек қой тергеушілер негізінде. Ешқандай бұл жерде бір теріс ұғым жоқ қой. Теріс біреуді сүйреп алып кел, одан пәлен миллион теңге саласын дегенде жоқ. Қанша сала аласың? Пожалуйста, сол 10 мың теңге ме, 10 мың теңгеге де подаркаң бар. Миллион саласын ба, миллионға да ала аласың подаркаңды дегенде. Уже зат алып, затқа уже білесіздер ме, ақшамыз өсті, зат алуға дейін барып жатырмыз. Шамалы балдарымыздың оқуын жабамыз ба деген ойлаған жоспарларымыз қазір іске аспай жатыр, шыны керек. Біраз ақшаны шығарған едім, шамалы үйдің бір жыртысын қыртысын жөндеген. Ал енді балдардың оқуына төлектесек, мынандай жабық тұр. Әрине біз өзіміз қобалжып жатырмыз, басшылардан сұрап жатырмыз, ашыңдар деп, бірақ тергеу болғандықтан ол ашылмайды. Енді пирамида емес екенін анықтап алса, ашыламыз, Құда қаласа. Бұл бірінші рет тексеріп атқан жоқ негізінде. Ол уже үшінші рет тексеріп, әр жылы 23, 24, 25 жылы тағы да 6 ай болмай тексеріп жатыр. Білмеймін, халықтың әл-ауқаты жақсарған сайын біреудің көңілі кете ма, біреудің пейілі қаша ма, айта алмаймын. Мен ешқандай бір пирамида кірген адам емес едім негізінде. Бірақ осы жобаға сеніп келдім, себебі шынайы жоба. Обалы не керек? Өте жақсы жоба. Бұндайды мен көрген емеспін, естіген емеспін. Бірақ маған қатты ұнап отырған еді, шыны керек. Прямо отбасымен кірген едім. Мен қазір осындай. Бірақ әлде де мен сенімдімін, что бұл жоба ары қарай жұмыс жасайды. Қатты сеніммен отырмын. Басқалай қазір ой туындап жатқан жоқ. Бәріміз бір адамдай, бір ауыздай отырмыз негізінде. Қаймақтың беті әлі бұзылған жоқ.